Күн ең үлкен жұлдыз. Оның диаметрі 1.392.700 шақырым. Күн ғаламшар емес, күн жұлдыз. Ол қатты қызған газды шар. Оның температурасы 5780 кельвин, яғни лапылдап жанған от. Меркурий. Диаметрі 4879 шақырым. Күнге ең жақын ғаламшар. Күннің жүйесіндегі бірінші әрі ең кішкентай ғаламшар. Ол күнді 88 тәулікте бір айналып шығады екен. Венера, яғни шолпан. Диаметрі 12103 шақырым. Шолпан күн жүйесіндегі екінші ғаламшар. Ежелгі грек құдайы Венераның атымен аталған. Ол күнді 224 тәулікте бір айналып шығады. Келесі ғаламшар Жер, яғни біздің үйіміз. Жердің диаметрі 12740 шақырым. Күн жүйесінің үшінші ғаламшары. Ол күнді 365 күнде бір айналып шығады. Ал енді келесі ғаламшарымыз Марс, қызыл жұлдыз. Қызыл жұлдызымыз қайда? Марс, қызыл жұлдыз. Диаметрі 6780 километр. Марс немесе қызыл жұлдыз күнді 686 тәулікте бір айналады екен. Оған ежелгі Рим құдайының аты берілген. Жорамалдар бойынша қызыл жұлдызда тіршілік бар екен. Оны балалар да біледі. Онда трансформерлер мекендейді. Келесі ғаламшарымыз Юпитер, есік қырған. Оның диаметрі 139822 шақырым. Күн жүйесіндегі бесінші әрі ең үлкен ғаламшар. 11 жылда бір рет күнді айналады екен. Бір ерекшелігі бұл ғаламшар газдан тұрады. Сатурн, қоңырқай. Диаметрі 116464 шақырым. Қоңырқай күнді 29 жылда бір айналады екен. Сатурнның ерекшелігі оның сақиналарында. Қоңырқайдың 62 серігі бар екен. Оның ең үлкен серігі Титан деп аталады. Уран. Уранның диаметрі 50724 шақырым. Уран 84 жылда күнді бір рет айналады. Оның түсі көк. Себебі оның 83% судан тұрады. Ал енді келесі ғаламшарымыз Нептун. Нептунның диаметрі 48224 шақырым. Ең газды ғаламшардың бірі. Нептун өте суық. Ол 164 күнде бір рет айналады екен күнді.